Жедел ақпарат. Қауіпті ауру тарады. Барлығымыз бірдей хабардар болайық. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтар алушылардың қатарына білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбарын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Әр екінші адам өз диагнозын білмейді. Елімізде қант диабеті жастар арасында жиілеп барады. Қазақстанда қант диабетіне шалдыққандардың қатары жыл сайын артып келеді. Бүгінде ел бойынша 500 мыңнан астам адам осы дертпен ресми түрде есепке алынған, деп хабарлайды Алматы арнасы. Оның 95% екінші типтегі диабет, яғни дұрыс тамақтанбау мен қозғалыстың аздығынан пайда болатын ауру түрі. Алайда бұл тек ресми статистика. Мамандар өз диагнозын білмейтін азаматтар саны бұдан әлдеқайда көп болуы мүмкін деп дабыл қағып отыр. Дерттің негізгі себептері: қант диабетіне анализ тапсырғанда қандағы қант мөлшері 6-дан жоғары болса, диабет қаупі бар деген сөз. Дәрігерлердің айтуынша, дерттің негізгі себептері: қимылдың аздығы, дұрыс тамақтанбау, артық салмақ пен күйзеліс. Ең қауіпті әсі, әрбір екінші адам өзінде қант диабеті барын білмейді. Көпшілігі алғашқы белгілерге мән бермей, тек дерт асқынғанда ғана дәрігерге жүгінеді. Сондықтан мамандар жылына кемінде бір рет қант құрамындағы қант деңгейін тексеріп тұруға кеңес береді. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.